Селем, оразаларыңыз қабыл болсын. Ойлаған ой арман тілектеріңізге жете беріңіздер. Бүгінгі сіздерге үлкен лайф қабыл күн инсайт. Кез келген жақсы жолға, бизнестің жолында жетістікке жететін кезде алда маятниктардың және кедергілердің болатыны заңдылық. Сол кедергіге тірелген кезде сол кедергіден өту үшін Алладан соның жеңілдігін емес, өтетін қажыр, қайрат, мықтылық бер деп сұрайтын болсаңыз, сізді Алла тағала жоғарғы уровеньға шығарып, сіз мықты белестерді бағындыратын болады екенсіз. Егер жеңілдігін сұрайтын болсаңыз, Алла тағала бұл жеңіл жолды таңдап тұр деп, сізді төменге түсіріп жіберуі мүмкін. Баяғы зона комфортаңызда жеңіл қолыңыздан келетін істерді істеп жүре бересіз. Сондықтан дұға сұрағанда, тіленгенде, Алладан тілегенде өте дұрыс сұрап дұға тілеңіздер. Алла тағала мен осы биік жолда, биік мақсатта, осы бизнестің жолында, осы арман мақсатымның жолында, осы кедергіден өтуге маған күш, қуат, жігер бер деп сұрау керек екен. Пайдаларыңызға жарасын.